Тригонометрия. Бүгін тригонометриялық функциялармен танысамыз, және олардың қасиеттері мен кейбір бұрыштардағы мәндерімен танысамыз. Бірінші, синус функциясы. Бұл бірлік шеңбер бойындағы нүктенің ординатасына тең, яғни синус альфа тең y-қа. Екінші, косинус функциясы. Бұл бірлік шеңбер бойындағы нүктенің абсциссасына тең, ендеше косинус альфа тең x-қа. Үшінші, тангенс альфа. Бұл бірлік шеңбер бойындағы нүктенің ординатасының абсциссасына қатынасына тең, яғни тангенс альфа тең y бөлінген x-қа. Үшінші, котангенс альфа. Бұл бірлік шеңбер бойындағы нүктенің абсциссасының ординатасына қатынасына тең, яғни котангенс альфа тең x бөлінген y-қа. Енді әрбір ширектегі таңбаларын анықтайтын болсақ, синус альфа функциясының таңбалары бірінші, екінші ширекте оң, ал үшінші, төртінші ширекте теріс болады. Косинус функциясының таңбалары бірінші, төртінші ширекте оң, ал екінші, үшінші ширекте теріс болады. Үшінші, тангенс функциясының таңбалары бұл бірінші, үшінші ширекте оң, ал екінші, төртінші ширекте теріс болады. Котангенс функциясының таңбалары бірінші, үшінші ширекте оң, ал екінші, төртінші ширекте теріс болады. Енді кейбір бұрыштардағы мәндерін анықтап көрейік. Синус функциясының 0 градустағы мәні 0-ге тең. Өйткені 0 градуста бірлік шеңбер бойындағы нүктенің радиусы абсцисса өсімен беттесетіндіктен арасындағы бұрыш 0-ге тең болады. Екінші, 30 градустағы мәні 2-ден 1-ге тең. Міне осы 2-ден 1-ді анықтап көрейік. Яғни синус 30 градустағы мәнін анықтау үшін бірлік шеңбер бойындағы нүктеден b нүктесін аламыз. Оны абсцисса өсімен және ординат өсімен біріктіретін болсақ, онда O, B, C тікбұрыш үшбұрышы шығады. Енді осы тікбұрыш үшбұрыштың сүйір бұрышының синусын жазатын болсақ, анықтама бойынша 30 градусқа қарсы жатқан бұрыштың синусы дегеніміз қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, яғни y-тің r-ге қатынасы болады. Бірлік шеңбер бойындағы үшбұрыш бойынша. Бұдан еріміз 1-ге тең болғандықтан синус 30 градус тең y-қа. Ал y-тің мәні 30 градусқа қарсы жатқан катеттің мәні радиустың мәнінің жарысына тең болғандықтан 2-ден 1-ге тең. Ендеше синус 30 градус 2-ден 1-ге тең болады. Дәл осылай анықтау арқылы синустың 45 градустағы мәні түбірасты 2 бөлінген 2-ге, 60 градустағы мәні түбірасты 3 бөлінген 2-ге, 90 градустағы мәні 1-ге тең екенін таба аламыз. Сол сияқты косинустың осы бұрыштардағы мәндерін анықтайық. Онда косинус 0 градуста 1-ге тең, 30 градуста түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең, 45 градуста түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең, 60 градуста 2-ден 1-ге тең, 90 градуста 0-ге тең. Тангенстігін анықтасақ, тангенс дегеніміз бұл синус альфаның косинус альфаға қатынасы. Ендеше 0-ді 1-ге бөлсек, 0 шығады. Екінші, 2-ден 1-ді 2-ден түбірасты 3-ге бөлсек, түбірасты 3 бөлінген 3-ге тең. 45 градустағы мәнін анықтасақ, екеуінің мәні тең болғандықтан қатынастары 1-ге тең болады. Ал 60 градустағы мәнін анықтасақ, 2-ден түбірасты 3-ті 2-ден 1-ге бөлсек, түбірасты 3-ге тең. Ал 90 градустағы мәнін анықтасақ, санды 0-ге бөлуге болмайды, сондықтан 90 градуста мәні анықталмайды. Котангенстің мәнін анықтасақ, котангенс дегеніміз косинустың синусқа қатынасы, ендеше 1-ді 0-ге бөлуге тура келеді, яғни анықталмайтындықтан 0 градуста котангенстің мәні анықталмайды. Ал 2-ден түбірасты 2-ден 1-ге бөлсек, түбірасты 3, 45 градустағы мәндер тең болған қатынасы 1-ге тең, ал 2-ден 1-ді 2-ден түбірасты 3-ге бөлгенде 3-ден түбірасты 3. Соңғы 90 градустағы мәні 0-дің 1-ге қатынасы болады, яғни 0-ге тең болады. Келесі бір тригонометриялық функциялардың қасиеті бұл периоды. Яғни синус пен косинус функцияларының ең кіші оң периоды 2π-ға тең. Яғни 360 градуста оның мәндері қайталанып отырады деген сөз. Келесі тангенс пен котангенс функцияларының ең кіші оң периоды π-ге тең, яғни 180 градусқа тең. Яғни бұл функциялардың 180 градус сайын мәні қайталанып отырады.